Қымбат биге шақырамыз ортаға. Сізге беретін уақыт 4 минут. Жалпы мектеп бағдарламасы дегенімізде мектеп бағдарламасы яғни біз күнде көріп жүрген мектепте өтілетін негізгі пәндер немесе тағы бір күн аптасына бір рет немесе 2 рет өтілетін пәндер. Яғни мектептің бағдарламасында мектепте өтілетін пәндер жатады. Ал мектеп бағдарламасына біз осы медиа сауаттылықты қай ретте енгізуіміз керек? Аптасына бір рет немесе 2 рет өтілетіндей. Ал енді енгізу қазіргі мәселелерді шеше алады. Бірінші топ кетейік, қазіргі мәселелер. Қазіргі мәселе көптеген адамдар қазіргі аңыз болып келген таңдауы осындай аңыз болып келген нәрселерге уже ақиқат ретінде сеніп қалады да. Мысалға қараңызшы, мысалы кеше жаңалықтарда көріп қалдым. Бір адамдар басқа шетелдік адамдардың айтқан нәрсені шетелден машиналар әкеліп Қазақстанға шетелден машина сатып алып Қазақстанға келіп жатыр. Бірақ олар Қазақстанға келіп сол шетелдік машиналардың Қазақстан номеріне тіркей алмай жатқанды олар өздері бұрмап беріп жатыр. Біз сауатсыз болдық. Соның кесірінен біз осындай мәселелерді туындап жатырмыз. Яғни айтқым келіп тұрғаны қазіргі мәселелер осындай жалған сөздерден туындап жатыр. Неге сауаттылық? Ол нәрсе қазіргі таңдағы проблемалардың ең кісілер екенін көрсетіп тұрған. Мен айтқым келіп тұрғаны, яғни бұрында біздің мектеп бағдарламасына медиа сауаттылық енгізілмеді ғой. Соның әсерінен қазіргі адамдардың, ересек адамдардың жасап жатқан мәселелерін сондай проблемалар туындатады. Ал енді біз осы болашақта біздің ұрпақ біз сондай проблемалық мәселелерге бетпе-бет келмеу үшін біз медиа сауаттылықты мектеп бағдарламасына енгізіп осы мәселелерді шешіп осы мәселелер туындамауын қамтамасыз етіп бере аламыз. Қазіргі мысалға біз ақпараттарды қайталамыз, біз ақпаратты фильм, кітап, журналистер айтқаннан немесе тағы фильм әлеуметтік желіден аламыз. Онда сансыз ақпараттар тарап отыр да, жалғаны бар, ақиқаты бар. Осының ішінен біз нені шынын ажыратуымыз керек. Бұл бізде медиа сауаттылық. Жалпы біз қарастырып кетейік. Мектеп бағдарламасына медиа сауаттылық пәнін енгіздік, және сабақ ретінде енгіздік. Осыдан кейін ол қалай мәселелерді шешіп бере алады? Қазіргі оқушылардың деңгейі сауаттылық бойынша қандай сондайда мұғалім отырады да бір А дей салады, бірақ оқушылар оны тексермейді, құрметті төреші тексермейді, абай айтты ғой деп жаза береді. Ал егер де біз осы медиа сауаттылықты сабақ ретінде енгізетін болсақ, олар абайдың тіпті мұғалімнің айтқан қорытындылай бастайды да, кітапта былай жазылмасын, абайдың айтқаны қате, және бұл тарап бізде айтып беру мүмкін. Медиа сауаттылықты бізде басқа пәндерде үйретеді деп. Алайда ол ондай емес. Бізде басқа пәндерде үйретеді сауаттылықты, алайда медиа сауаттылықты емес. Яғни біз байсайсымен айтқаным бар, бізде бірінші эффективті. Яғни менің айтып жатқаным бәрі оқушыларға эффективті және қазіргі мәселелерді шешіп бере алатындығында. Үкімет тарапының алаңның босқануына байланысты алаңның бағасын түсіндіріп берейін. Бұл қарар бізде дені сұрақ тұрген сұрақ болатын болды. Бұл қарар түсінейік, қазіргі таңдағы проблемаларды күзетіп беру керек екенін, ал бұл тарап қандай проблемаға шешіп қандай түсінбейтінін түсіндірсіз бе? Яғни бұл тарапқа түсіндіріп береді, медиа адамдар күлтіғын байланысты. Қандай проблема болып жатыр медиа сауаттылығында? Сондай адамдар қамтитетінін де, яғни медиа сауаттылығының арқасында болып жатыр. Олар қайдан шығып жатыр? Олардың қандай уақыт аралығында болып жатыр? Немесе қанша жас аралығында болған? Ол нәрсе барлығы көрсетілмейтіні де. Яғни үкімет тарапының алаңы тұман болып жатыр. Келесі байланысты бізге аналой көрсетіп береді, сауаттылық деңгейіне байланысты. Енді достар түсінейік, сауаттылық деген не бөлек, медиа сауаттылық деген не болады. Себебі түсінейік, мектеп қазіргі проблемаларды шешкеніне түсінейікші. Просто ол нәрсе мектеп бағдарламасы неғылысын біздейік, мақыл етіп но ол нәрсе біздің қазіргі проблемаларды шешіп алмайды. Онда ол болашақта проблемаларды шешіп көру мүмкіншілігі жоғары шығар. Но именно қазіргі проблема шешілмейді неге? Себебі жаңа айтып кеткенімізде бізде қазіргі проблема мектеп оқушыларында емес, қазіргі проблема 25-35 жас аралығындағы орта жастағы үлкен кісілер, яғни оларға медиа сауаттылық сабақтарын енгізгенмен, мектеп бағдарламасына оны енгізгенмен, оларға ол нәрсе пайдасын бермейді, олар проблема шешілмейді. Яғни олар проблема шешілмесе, основном олар 78%, медиа сауаттылық адамдар 78% осы 25-45 аралығында болған болса, олардың проблемасы неге қалып кететінінде. Яғни бізде түсінуіміз қажет, қазіргі таңдағы адамдар мектеп бағдарламасындағы балалар проблемасы емес екенде, мектеп бағдарламасындағы медиа сауаттылыққа байланысты жұмыстар жүргізіледі. Яғни біз түсінуіміз қажет, мектеп баласы
ақпарат нені жасау керек екен, нені жасамау керек екендігін, әлеуметтік желіде өзін қалай ұстау керек екендігін. Себебі олар бұл нәрсеге бейімделген. 2013 жылдан бастап альфа ұрпақ болатын болса, солардың барлығы медиа сауаттылық сабақтарын дұрыс пайдаланады. Олар әлеуметтік желіде қалай отыру керек екендігін, яғни түсіну қажет, олар проблемасы медиа сауаттылықта емес екендігін. Медиа сауаттылықты біз кімге қосқанымызбен, ол өзіне ұстану кейбір жаһандық құзырет сияқты оған адамдар мән бермейді да, оның яғни оқушылар оған назар салмайды. Яғни енді қарайтын болсақ, біз медиа сауаттылықты кәміл қостық дейді. Яғни оны қоссақ, оған бәрібір ешкім ынтасы болмайды, өзіне ұстану жаһандық құзырет сияқты кәдімгідей отыра береді. Яғни ол сабаққа түк пайдасы жоқ. Ал енді тарапқа өзіміздің тарапқа болсақ, жалпы бұл палата мектеп бағдарламасына сауаттылық енгізу, медиа сауаттылықты енгізу, медиа дамытудың уақыт өте техникалар дамытудың медианы үйрену үшін бізге осы медиа сауаттылықты тек қана болашақта қайта көргеніме қуаныштымын. Енді бұл тарап бізге нені түсіндіріп береді, бұл тарап қазіргі мәселелер деген неге ақсап тұрады. Олардың ең басты қателігі осы. Қазіргі проблемалар ол қазір шешу керек негізінде. Сен ауырып жатсаң, мен ертең ауырмаймын ғой деп дәрі алмайсың ғой, сен қазір ауырғандығыңа байланысты сен қазір дәрі ішу керексің, түсіндірсіздер ма? Яғни мен болашақта ауырмаймын ғой деп мәз болып жүрмеймін, түсіндірсіздер ма? Яғни қазіргі проблемалар ол қазір шешілу керек негізінде. Яғни қарапайым мысалмен аналогиямен түсіндіріп беріп жатыр да. Яғни түсіну қажет. Сен тұмау ауырасың, мен ертең ауырмаймын ғой деп жүрмейсің ғой, дұрыс па? Сен ақшаға барып дәрі аласың, емдеу үшін. Себебі сен қазір шешім керек сол жерде. Сен қазір ақшадан керек па? Сен дәл қазір ақшаны алу керексің. Себебі саған ертең ол нәрсенің ертең сен үшін маңызды емес. Сен қазір проблема қазір шешу керек еді. Енді жаңағы бұл тараптың ең үлкен қателігі осы екен. Қазіргі проблемалар деген неге акцент қойды? Қандай проблема шешіп қалай өздері қандай проблема шешіп басқа ұсынып бермейсің бе? Біз андай проблема шешіп жатырмыз. Қазіргі таңдағы әлемнің проблемасы осы. Осыған байланысты медиа сауаттылық бізге керек дегенде түсініп бермейтін. Просто қазіргі таңдағы медиа сауаттылықтың мектеп оқушыларына енгізу пайдасын түсініп беретін. Біз түсінейік, иә, белгілі медиа сауаттылық сабақтары оқушыларға пайдасын беруі мүмкін, но ол қазіргі проблеманы шешуі мүмкін. Біз түсіну қажетпіз. Оны беретін любой нәрсе плюс-минусы болады. Біз келсеңіз медиа сауаттылыққа өзінің плюстары көп шығар, но ол нәрсе қазіргі проблеманы шешілмейді ғой. Қазіргі проблемалар ақпараттық коммуникациyaga байланысты, мошенничествоға байланысты түсіндірілетінімізде. Бірінші спикердің алаңы осылай қойды. Екінші спикерден кіші қыздар. Екінші спикер бізге нені түсіндіріп береді? Екінші спикер қазір әлеуметтік желіде өздерін мен сұрақ жауап кезеңге айтамын. Сен ол нәрсемен келісесің бе деймін. Иә, ол келіседі, то что қазіргі таңда балалардың әлеуметтік желіде өзін дұрыстамайтынын ол түсіндіріп береді да. Но ол нәрсенің ол медиа сауаттылыққа қатысы жоқ екендігін. Одан ішінен физиологиялық тараптан барсақ. Бұл тараптың идеологиясы қандай ғой? Медиа сауаттылықтың пайдасының жоғары болғандығы үшін оны енгізуіміз керек. Біз ойнап береміз, сауаттылық деген не бөлек, медиа сауаттылық деген не бөлек. Медиа сауаттылық ол өзінше бір қоғамның проблемасын шешуді бағытталған. Енді біз түсіну қажетпіз. Медиа сауаттылық біз оған бастап береміз 78% әлемдегі 78% адам медиа сауаттылығында 25-45 жасар аралығында деп ұсынып береміз. Енді бұл нәрседен біз нені түсіндіргіміз келді? Қазіргі таңдағы проблема ол мектеп